Сәлем оқушы, бүгін біз сенімен адам жасына қатысты есептерді шығарамыз. Енді қараңыздар, бұл есептерде біз көбінде теңдеу құру арқылы шығарамыз. Қызы туылғанда шешесі 26 жаста, ал туылғанда 31 жаста болады. Егер қазір үшеуінің жасын қосқанда 60 жас болса, әрқайсысы неше жаста болар, неше жаста дейді. Енді қараңыз, бізде кім бар? Қызы бар, ұлы бар және анасы бар. Ең кіші кім? Ең кішісі ол ұлы, өйткені анасы 31 жаста туылған ол, қызы 26 жаста. Енді қараңыз, бұдан түсінетіміз, біз олардың жастарын арасы 5 жас екенін түсінеміз. Ұлының жасы X болсын, белгісіз ғой. Қыздың X қосу 5 болады. Келісесіз ба? Ал анасыныкі X қосу 31 болады, өйткені 31-де болған кезде ұлы туылған. Енді бұлардың жастарының қосындысы қаншаға тең? 60-ға тең. Бітті? Есеп мынандай ғой, қараңыздар. Мәтін есеп болсын, осындай бір логикалық есептер болсын, адам жасына қатысты болсын, басқа болсын. Оққан кезде сіз оны андай бір структурировать ете алмайсыз ше? Былай, миыңызда бірнеше ақпаратты бірдей қабылдау қиын. Мысалы, қызы 26 жаста болғанда туылды, тоқтай тұр, сонда андай деп отырасың да. Ондай болмас үшін есепті жазу керек. Енді мынаның бәрін жазып алдық. X қосу 5 қосу X қосу 31. Енді осының барлығы 60-қа дейін жазсаң, ол миыңда ол ақпараттардың бәрін сақтаудың қажеті жоқ. Енді бірнеше X бар, оларды біріктіреміз. 3X болады. 60-тан 5-ті азайтам, 31-ді азайтам. Енді оң жаққа азайту өтеді. 3X тең болады 24, X тең 8 болады. Енді қараңыз, 8 қайдан шықты? 24 3-ке бөлдік, Енді біз білеміз, олы 8-де. Ал қызы ше, 8-ді 5-ке қосамыз 13-де. Ал анасы ше, анасы 39-да. Түсінікті ме? Болды, осылай таба салады екенбіз. Биллдің Ништан басты ерекшелігі, ол жерде логикалық есептер өте көп кездеседі. Біз бұрынғы тесттердің анализ жасай отырып байқағанымыз 70-80% логикалық есептер екен. Енді сол есептер бойынша біз 20-дан аса тақырып құрастырдық. Сол тақырыптар бойынша арнайы видео курс дайындадық. Сабақтардың ұзақтығы 10-12 минут және соған байланысты тест тапсырмалары беріледі. Оны алу үшін төмендегі номерге жаза кетіңіз, біз сіздерге жеңілдікпен ұсынамыз. Келесі есеп. Әкесі 27 жаста болғанда баласы небәрі 3 жаста еді дейді. Ал қазір баласының жасы әкесіне қарағанда одан 3 есе кіші. Олардың әрқайсысы нешеде? Қайтадан жаңағы не бойынша шығарамыз, әдіс бойынша берілген жазам, әкесі, баласы бар. 27 жаста, баласы 3 жаста. Енді қараңыз. Қазір баласының жасы. Бұл болғанда, бұрын сондай болған. Әкесі 27-те болғанда, баласы 3-те болған. Енді қазір бірнеше жыл өтті, демек X жас қосылды оған. Әкесіне де, баласына да. Енді мынандай нәрсе бар, қараңыз. Баласының жасы мынандай. Әкесінің жасы мынандай мысалы. Неше есе кіші? 3 есе кіші. Енді қараңыз. Екі нәрсені бір-біріне теңестіру үшін не істеуім керек? Мысалы, мына жерге дейін тең болу үшін, осы жерге дейін келу үшін мен 3-ке көбейтуім керек та. Кімді көбейтуім керек? Баласының жасын көбейтуім керек. Енді бұның жасы сан ғой бәрібірде. Сонда оны не істеймін? 3-ке көбейтемін. Сол кезде қараңыздар. Мен не құрып жатырмын? Теңдеу құрып жатырмын. Демек, теңестіру үшін жасаймын ғой соны. Теңестіру үшін жасаймын. Екеуін теңестіру үшін. Сонда жақшаны ашамын. 9 қосу 3X болады. Мына жер 27 қосу X болады. Мына жер 3X азайту X болады. 27 азайту 9 болады. 2X тең 18, X тең 9 болады. Яғни 9 жылдан кейін, яғни қазір ғой енді. Қазір сонда әкесі бізде нешеде болып тұр? 36-да болып тұр. Ал баласы бізде 12-де болып тұр. Енді 12-ден 3-ке көбейткен кезде 36 шығып теңеседі.